Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын, сочный, жесеңіз аузыңызда дәмі қалатын мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге ыдысымызға жылы су қажет, және де 1 қасық тұз салып, сосын ұнымызды салып, жақсылау орташа қаттылықта етіп қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды пакетке салып, демалуға жарты сағатқа қоямыз. 5 минут сайын қайтадан илеп отыруды ұмытпаңыздар. Енді начинкасына бізге фарш және де пиязды алып, тұз сеуіп, бұрыш сеуіп, дәмдеуіштер өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады, және де кішкене су май қосып, барлығын араластырып аламыз, жақсылап езіп. Одан соң бізге картошкамызды және де асқабағымызды қосып, тағы да араластырамыз. Мантының салмасы дайын болған соң, осылай қамырымызды дөңгелек етіп жайып, оны мантыға арналған формада кесетін боламыз. Егер де мантыны бірінші рет жасап жатсаңыздар, онда тура осы видеода көрсетілгендей етіп кессеңіздер болады. Енді мантыны түйуге кірісеміз. Біздің салмамызды осындай 4 бұрышты жаңа кесілген қамырларға салып, мантының каждый 4 бұрышын осылай бір-біріне қосып шығамыз. Сонда бізде осындай мантының формасы шығады. Жаңа кескен қамырларымыздың осындай шеттерінде қалып кетеді. Біз оны осылай мантының ішіне салып жіберсек, ол білінбейді. Қорықпаңыздар, ол манты қатты, қалың болып қалмайды. Обычный манты, түйілген манты тіпті даже білінбейді. Сондықтан осылай жасап көріңіздер, бұл сіздерге лайфхак. Міне бізде осындай әдемі мантылардың формасы шығады. Енді осыны 45 минутқа орташа отта пісіріп аламыз. Менде қамырдың бір бұрышы қалып кетіп еді, осындай гүл жасай салдым. 45 минуттан соң біздің мантымыз пісті. Енді осы мантының бетіне осылай пиязды қуырып, начинка жасай салдым. Сіздер де осылай өз жақындарыңызды осындай дәмді тағамдарды пісіріп қуанта беріңіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.